Olay болса, biz балалар қазір қайнаймыз. Күз мезгілінде жапырақтар қандай түске боялады? Әртүрлі түске боялады, жапырақтарымыз сары, жасыл, әртүрлі түсте болады екен, я? Балалар, олай болса мен сендерге жапырақтар алып келдім. Сол жапырақтардың өздеріне ұнаған түсін таңдап аламыз. Мұны қорапшада. Қазір өздеріңе ұнаған түстерді таңдап алып қоя. Олай болса, ақ түсті таңдаған оқушылар бірінші топқа жайғаса аламыз. Жасыл түсті таңдаған оқушылар екінші топқа жайғасамыз. Сары түсті таңдаған оқушылар үшінші топқа, ал қызыл түсті таңдаған оқушылар төртінші топқа. Балалар, олай болса, біз жапырақтардың түстерін қарай топтарға бірінші көктем тобы, үшінші тобы күз тобы және жаз тобы. Балалар, біз топқа бөлініп алдық, топтың атауын беріп алдық. Енді топ ережесімен танысайықшы. Топ ережесі қандай еді? Бірінші топтан тыныштықты сақтау, уақытты үнемдеу, кедергі жасамау және белсенді қатысу екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді біз топ басшыны сайлап алайық. Балалар, олай болса топ басшыны бір ауыздан кімді сайлаймыз? Бірінші топтан? Жарайсыңдар. Екінші топтан? Асия. Үшінші топтан? Асанайын ма? Ал жас тобынан? Айзерем. Жарайсыңдар. Балалар, енді біз өткен сабағымызды пысықтап алайық. Жануарлар қысқа қалай айтады? Айтамыз. Кім айтады? Айтасың ба? Айтады. Дейін көз бойын жаңғақтарын жинайды. Құрмысқа өзінің бәрін қоректерін жинайды. Құрмысқа күні-түні демей жинай береді. Айыл күз мезгілінде балға тойып алып, ұйқыға кетеді қыздар. Тышқан да дәндерін теріп, о да үніне тығылады. Қосатын бар ма? Айтады. Қазақстанға күштеп жер аударылды. Биыл қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып қамқор болды. Балалар, қараңдар. Мен не көрсеттім сендерге? Айтыңдаршы. Киіз үйдің астында қараңдаршы, не істеп тұр? Біздің басқа ұлт өкілдері біздің Қазақстанға қалай келгенін айтыңдар. Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам. Балалар, мен не үшін көрсеттім? Бағана біз құрған шаңырақты тағы көрсетті, я? Енді ол жерде балалар, мына ұлт өкілдерінің барлығы бізге қалай келгенін көрсетті, я? Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін не болған екен? Жер аударып, не істеген екен? Біздің елімізге көптеген басқа ұлт өкілдері қоныс аударып келген екен. Сол қоныс аударып келгеннен кейін балалар не істеген екен? Осы елден не істеген екен?
Tez айтамыз. Тәжіктер, башқұрттар, шешендер, күрттер, әзірбайжандар, немістер, кәрістер, түріктер, украиндер, татарлар, өзбектер. Балалар, бұл жерден басқа біздің Қазақстан елінде 130-дан астам басқа ұлт өкілдері бар екен. Біз тағы сабаққа қосатын ұлт өкілдер, тағы көршілерін, басқа ұлт көршілер кім еді бағана айтып жатқан? Айтып кетші бізге. Өзбек. Өзбек туралы не білесің, орнынан тұр? Не айта аламыз? Өзбек ұлты туралы. Өзбек ұлты. Айта алмаймыз ба? Айтшы. Енді өзбек ұлты білеміз, орыс ұлты білеміз. Сендер түсінбей жатсыздар. Олардың тағамдары туралы. Біз қазақпыз өзіміз, расыл. Бірақ біздің мына шаңырағымызда біздің елімізде осы ұлттар мекендейді, өмір сүреді. Бұлар біздің Қазақстан азаматтары деп есептелінеді. Түсіндік қой, а? Мен тағы бағалап кетемін. Түсінбей қалғаным үшін саған енді смайлик. Сендердің ұлттарыңа. Сендер тек қана жай ғана жауап беріп жатсыңдар. Сендерге де қатыспадыңдар, балалар. Жақсы. Сендер, балалар, жоқ, Айзере жауап берді, я, сендер жауап бердіңдер ма? Балаларыңыз көріп отырыңдар өздеріңіз. Енді балалар артық қимыл, артық әрекеттерін жасамаңдар, топпен бірге бірлесіп, топтың ережесін сақтап жұмыс жасаймыз. Балалар, бірінші топқа кітаптағы, мына сурет біздің кітапта бар, қараңдар, я? 48-49-шы бетті ашамыз. Жоқ, балалар, бірінші оқып балайшы. Балалар, тұра тұрыңдар. Біздің өлеңімізді бірінші мәнерлеп оқып кетейік, ал бастаймыз. Қалғандарын тыңда, келген жерден сұрайын. Баста. Bir қалада тұрамыз. Bir мектепке барамыз. Жарайсың. Bir мектепке барамыз дейді, ары қарай. Ақ, қара, деп, дұрыс, ары қарай. Bir жыл туған, туғымыз. Ары қарай. Туысқанбын, тауымыз. Дұрыс, ары қарай. Bir келген жерден қарап отырамыз. Bir жерге өрлейміз. Одан кейін. Біз балдарған жеп басқан. Дос. Шағын. Елге ашқан. Ары қарай. Тілегіміз. Бейбіт күн. Ашық болсын жиырастан. Келесі, қайталаймыз. Бастан. Келесі. Бәрімізде баламыз дейді. Bir. Жарайсың. Келесі. Келесі. Bir мектепке барамыз дейді. Дұрыс. Bir жыл туған төл дейміз дейді. Туысқанбыз. Татуымыз. Жарайсыңдар. Балалар, біз қазір жақсылап осы өлеңді түсініп алу үшін оқыдым ғой. Оқыдым ғой, оқып кеттім ғой. Баста. Жарайды, болды. Енді балалар, осы өлең шумақтарын жақсылап түсініп алу үшін біз қош
Şafani әнін білеміз ба? Сол әнге салып, осы 3 шумақты айтып көрейік. Айтып көреміз ба? Айта аламыз ба? Тоқтаңдар, асықпа, бірдей бастайық. Сарымыз, арамыз, бәрімізге баламыз, бір қалада тұрамыз, бір мектепке барамыз. Ақтармен күлмейміз, бір жыл туған төлдейміз, туысқанбыз татумыз, биіктерге өрлейміз. Тапқа қараймыз. Біз бауырған тек басқан, досты шағын мен жатқан, тілегіміз бейбіт күн, ашық болсын кең аспан. Жарайсыздар, бұл өлең шумақтарын кім қандай ақын жазушымыз? Серікбай Оспанов ақын жазушымыз жазған екен. Балалар, міне бірін тез түсіндіріп өтейін. 1945 жылы 1 сәуірде дүниеге келген екен Қостанай облысында, я? Оның алғашқы топтамалары 1967 жылы Жер жүрегі атты топтамасы шыққан екен. Одан да басқа көптеген топтамалар бар екен. Уақыт аз қал, сол үшін сәл тездетіп. Балалар, екінші топқа мына суреттерден топтардың киімдерін бірге қойып, сол топтар туралы әңгіме айтып балалар, келесі топ, міне, мақал мәтелдер айтасыздар. Өздерің білетін көз татулық болса да қандай мақал мәтел білесіз, соны жазасыздар. Ал келесі топ, достарымыз қалай хабарласамыз? Балалар, біздің басқа қалаларда, басқа елдерде достарымыз бар ма? Онда осыған қалай хабарласамыз жазып шығамыз, я? Міне маркер тұр. Балалар, міне маркер қойып қоймын алды. Маркер тоқтасып бірлесіп жұмыс жасайсыз. Орнынан тоқтасып, міне маркерді жасайсыз. Балалар, тоқтасып жасайсыз. Естейміз дедім, жұлдызшаны көтереміз. Ол, молодец. Жарайсыздар, бағаларына қосылады қазір. Кең ғой, үлкен жаза бер, Асанәлі. Үлкен жаза бер. Ұлтты еліміз бұл. Балалар, жақындап қалып уақыт. Әже жұлдызхан. Жарайсыңдар. Көктем тобы бітті. Енді 2 топ қалды. Орындарына отырыңдар. Орындарына жайғаса беріңдер. Тыныштық сақтаймыз. Балдарды айтамыз қазір. Тыныштық сақтаймыз. Бол, көтеріңдер, көтермейсің. Бол, көтермейсің. Жұлдызшаны көтер. Асанәлі, болды. Жұлдызшаны көтер. Жетер. Жұлдызшаларын көтеріңдер.
Так, birinchi bo'lgan to'pni chaqiramiz. Bo'ldi, jayqasinglar. Bo'ldi. Jayqas bo'ldi, o'rinlarga jayqas. Qo'lishlarni ko'tar. Bo'ldi, asamlar. Bo'ldi. Çık. Al, topaçlar şundaşlar, cümüslerini al. Topaçlar şunsun cümüslerini al. Topaçlar cümüslerini tez al, şunlar koymalı. Yürüye oturalım, bağa geldim, hadi bağa geldim. Birinchi bo'lib bizga qay to'p bo'ldi baga? Qay to'p? Jas to'p aytamiz. Jas to'p. Ne aytamiz? Do'stlar, men qanday xabarlashamiz? Kompyuter video orqali, xat yozuv orqali, Faks orqali. telefon. Uyali telefon orqali. Sen qaysini ko'p qo'llanasың? Qaysini ko'p qo'llanasың? Bärin qo'llanasыңba? Qay elda sening do'stlaring bor? Barma? Başka elde var mı? Başka kaladaşı. Qay elde sonda? Attары var mı? Qay el? Almatı. Ol kala ya. Almatıda dostların var mı? Söylesip durasın ya. Naların atına atıp geç onda. Ne ana? Söyletecek. Kompüter. Ol arkalı kayıp söylesemiz? Ya video arkalı hat arkalı kalay söylesemiz? Жазу arkalı. Fax. Құжаттар не істеу арқылы? Жіберу арқылы, я? Ал телефон дауысын есту арқылы. Бола ма балар жауабы? Жарайсың. Келесі кім? Сендер ма біткен? Ой, керемет сурет шығыпты балар. Қараңыз. Айталы. Қане? Қырғыз, жарайсың. Мынау өзіміздің қазақ, я, қазақ ұлтымыздың мынау не? Мынау несі? Ұлттық тағам ма? Несі? Несі? Көйлек дейміз ба? Ұлттық киімі. Ал мынау? Ұлт өзбек ұлты екен, я? Бұл несі өзбек ұлтының? Ұлттық киімі. Қайталаймыз. Мынау балалар? Орыс ұлтының киімі. Ал мынау? Қырғыз ұлтының киімі екен. Осылардың қайсысынан сен өзің көп мағлұмат білесің? Қайсысынан? Айтып берші. Қайсысынан? Орыс туралы айтып берші. Бізге орысша біледі екен, орыс ұлты туралы айтып беремін. Дауыстап. Хасан Синарада, очень любим мы тебя, море, горы, степна, это родина моя. Енді өзбек туралы білесің ба? Өзбек ұлты туралы білмейсің ба? Жарайсың. Сенің сонда орыс ұлт өкілінен көршің болып тұр ғой, я? Бірге ойнайсыңдар ғой, я? Жарайсың. Қанағаттанамыз ба? Жарайсың. Отырамын. Ал, айта қойшы өзің оқыған. Мен ұстап тұрайын. Айтшы. Не жаздың ерге? Мақал мәтел ма? Айта ғой. Бізге не жаздың? Татулық, байлық, сұлулықтар, татулық жоқ. Ит пен ит ырылдаса, тамағының тоқтығы. Тағы? Тағы қандай мақал мәтел? Аш. Аш. Айта. Қысылмай айта. Ашы? Ашы болса, толықтыратын бар ма? Кез келген мақал мәтелді. Қоя тұр. Айтып ал. Тоқта, аны. Неғып кетті ғой балалар. Бол, айтады. Тату болсаң, балдай бол. Ашы болсаң, сұзай бол. Тағы? Достық туралы білеміз ба? Достық туралы. Ал, айтшы. Достық, айт. Кез келген мақал. Апай, мен айтайын. Апай, жарайсың. Апай, баспан бордай бол. Жарайсың. Апай, мен тату болсаң, балдай бол. Ашы болсаң, сұзай бол. Болды, бұны айтып қойды ғой мен. Жарайсың. Жарайсың. Айт. Балалар,
жарайсыңдар. Татулық туралы айтып тастады. Енді достық туралы ма білеміз ба? Басқа мақал мәтел айтайықшы. Айтамын. Татулық па айтамын. Сұрағы. Мақал мәтел білеміз ба? Қолын көтердің ғой, не үшін көтердің? Айтамын деп па? Айтамын. Жарайсыңдар. Қанағаттанамыз ба? Сәл кедергі болып қалды. Жарайсың, молодец. Кет. Айтамын. Маған топта жұмыс істейміз. Дауыстап айтшы. Бұл не? Я. Қазақ, орыс, өзбек, татар. Осы ұлттардың бәрі картаға қарап отыр. Я. Тағы не айтамыз? Толықтырамыз ба? Балалар, толықтырамыз ба? Біздің бұл балалар Қазақстан еліміздің жері екен. Бұл жерде қаншама ұлт өкілдері өмір сүреді екен, я? Татулықта, достықта өмір сүреді екен. Біз бейбіт халықпыз ба? Я, бейбіт халықпыз. Бейбітшілік деген қалай түсінеміз? Бейбіт халық болса. Бейбітшілік деген не өзі, балалар? Бейбітшілік деген қалай түсінеміз? Кім айтады? Ұлттар арасында бір-бірімен ұрыспай жүреміз ба? Тату, дос болып өмір сүрсек, сол бейбітшілік, бейбіт халық болып есептелінеді екен, я? Жарайсыңдар, тез бағалап өтейін. Сосын сендер бағалайсыңдар. Саған енді бір жолы сені кешіреміз. Бірақ тағы да онымен қоса мынандай смайлик аласың. Өйткені жауабын толық емес. Сендер екеу аласыңдар. Өйткені керемет жауап бердіңдер. Сендер де жақсы жауап бердіңдер. Топтарына соңында санаймыз балалар қанша болған. Сендер сәл кедер дұрыс жауап бере алмай қалдыңдар. Енді балалар қыз тобын бағалап өтеміз. Жоқ, жапон айтыспен бағалап. Бағдаршаммен бағалаймыз. Бағдаршаммен. Таласпаймыз. Ұнады ма, барлығыңа түсіріңдер болды. Көктем тобын бағалаймыз. Көктем. Барлығыңа ұнады ма? Жарайсыңдар, түсір. Күз тобын бағалаймыз. Күз тобын сен. Ұнады ма? Күз тобы? Сен бағаламайсың. Күз тобы? Жарайсың. Екеуі көтеріп жатсың ба? Ал енді жаз тобын бағалаймыз. Жаз тобын. Жаз тобын. Жарайсыңдар. Сендердің бағалағандарың менікімен сәйкес келмейді. Балалар, сергітуде балалар, дене мүшелерін қалай қимылдатамыз, қалай сөйлетеміз дене мүшелерін. Ал енді, дене мүшелерін сөйлетейік балалар, дене мүшені сөйлетеміз. Ал, бірінші бастан бастаймыз. Ал, басты сөйлетейікші. Ал енді иықты сөйлетейік. Ал енді қолды сөйлетейікші. Ал енді екінші қолды сөйлетейік. Балалар, біздің дене мүшелеріміз де сөйлейді екен, я? Сергіп қалдық па? Отырыңдар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Қазанның. Я дәптерді ашамыз тез. Шуаққа біз өзіміздің сабағымызды егер ұнаса, керемет немесе түсіндім деп жазып, міне балалар, неге жазып кетеміз? Балалар, көрдік па? Балалар, қараймыз. Болды қоя, түсіндік қоя, алында. Айзере, әр топқа екеуден шығарайын. Әр топқа екеуден. Тыныштық сақтаймыз. Әр топқа екеуден Айзере таратып береді. Ұнаса, түсіндім, бәрі керемет деп жазасыңдар. Ал ұнамаса, егер де түсініксіз болса, түсінбедім деп жазасыңдар.
Күннің шуағын толықта күннің шуағын